Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында жасалатын өте дәмді тұшпара дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Оған бізге 1 жұмыртқа, 150 мг су, 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық күнбағыс майын құямыз. Және 300 грамм ұн қосамыз. Қамырды жақсылап илейміз және бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Грамм фаршқа пияз, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Енді қамырды осылай видеодағыдай бөліктерге бөлеміз. Қайнап тұрған суға 1 қасық тұз қосып, тұшпараларды 3 минуттай пісіреміз. Мінекей, тұшпаралар дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.